Дженна Ортега Netflix'тің Wednesday сериалы арқылы кеңінен танылған американдық актриса. Дженна 2002 жылы 27 қыркүйекте ақш-тың Калифорния штатында дүниеге келген. Отбасында 6 баланың 4-шісі, әкесі мексикандық, ал анасы Мексика және пуэрторикандық. Ортега 6 жасынан бастап актерлік өнермен айналысқан. 8 жасында Роб сериалының эпизодында дебютін өткізген. Содан кейін CSI Место преступления Нью-Йорк телесериалында Эми Мурдің рөлін сомдаған. Дженна Железный человек 3 және Астрал глава 2 фильмдеріне де түскен. Ол Диснейдің Елена принцесса Изавалора мультсериалында Изабель ханшайымның дауысын дыбыстаған. Бұл Диснейдің алғашқы латиноамерикандық ханшайымы болғандықтан, Дженнаның қуанышында шек болмады. Дженнаның сүйікті диснейлік фильмі Король Левтің анимациялық нұсқасы. жылы актриса Крик, Студия 666, X, От рассвета до заката секілді хоррорларда рөл сомдады. жылы 23 қарашада Netflix платформасында Семейка Адамс франшизасы бойынша түсірілген Wednesday сериалы жарық көрді. Онда Дженна Wednesday Адамстың рөлін ойнады. Сериал бүкіл әлемге кеңінен тарап, көрермендердің назары Дженна Ортегада болды. Сериал шыққаннан кейін оның инстаграмына 10 миллионнан аса адам тіркелді. Wednesday'ді сомдау үшін Дженна 2 айда виолончельде ойнауды үйренген. Wednesday эпизодтарының біріндегі билейтін үлкен сценаны Ортега өзі қойған. Алайда биші немесе хореограф болмаған соң сенімсіздік танытқан. Сериалға түсу үшін ол фехтование, садақ ату, каноэда жүзу және неміс тілі сабақтарына қатысқан. Қол компьютерлік графика емес. Оны 90-шы жылдардағы фильмдердегідей арнайы актер ойнайды. Бір дубльде Wednesday көзін ұзақ ашып тұрған. Бұл идея режиссер Тим Бёртонге ұнап, 8 серия бойы Дженна көзін жұмбай ойнап шыққан. Көргендеріңізге рахмет. Арнаға жазылып, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.